ашық деп жариялайды. Күн тәртіптегі бірақ мәселе. Қожаның тәртіпті оқушы болу үшін бұдан былай не істеу керек? Söyle bak. Dur. Жабық кеңес өткізіп өзімен өзің сөйлесіп отырсың ба? Не қылған адамсың әже? Мен жабық кеңес өткізіп отырмын. Ол адамның жаз. Не деп жазамын? Жаз. Бұдан былай ешкімге тиіспей жайма жүрмін. Ешкімге тиіспей жайма жүрмін. Ал егер өзің тиіссеңші, онда қойды. Әйтпесе көмекті танытам деп. Ал егер қоймаса ше? Егер бұл мәселе осымен бітті. Екінші мәселе. Егер өзің біреуге тиіссең, сен оған өзін жазалайсың. Ешқандай боқ сөз айтпайсың. Сайтан, есуаз, ақымақ, кеше. Оның орнына мұның жарамайды, мұның тәртіпсіздік, ұят болады дегендерді айтасың. Қадыров қожаның жеке бас тәртібіне байланысты кеңесі талқылай келе, ол мынадай қаулы алады. Бірінші, бұдан былай ешкімге тиіспей жайма жүремін. Егер біреуге өзім тиіссем, сол мезгіл бір күн тамақ ішпеймін. Екінші, боқ сөздерді айтпаймын. Қожатай, есікті ашшы шыбын. Туф. Ассаламағалейкум қария. Уағалейкум ассалам балам. Балам, сен соңғы кезде өзіңмен өзің сөйлесіп ауырып жүр дейді. Қайсы берші тамырыңды ұстап көріші береді. Не үшін, не болыпты әже? Не үшін, жоқ? Не үшін әже? Түнде ұйқысырап бірдеңелерді айтып шығып еді. Кім біледі, түрінде бір түрлі балбырап тұрған тәрізді тамырын тексерші оны. Жоқ әже. Әй әжем, қараңғы әжем. Сен мені ауру ғой деп тұрмысың. Ауру еместікті дәнеңем де жоқ қой. Қарашы, сап-саумын ғой әже. Ай әжем, ай. Әжесі енді уайымдама. Қожатай негізінде жақсы бала ғой. Әр кішкентай бала кішкентай кезінде бұзық болмаса, ол бала деген сөз емес. Бәрі жақсы болады. Ай, аман жоқ.